3 метрдей болған сияқты. Арасында мата тәрізді жұмсақ материалдары болғаны байқалады. Орта шамасында люк тәрізді қаз-қатар 36 бұрандамамен бекітілген бөлігі бөлінбей сақталған. Әлдебір трубалар бекітілген орындары көрініп тұр. Оқиға орнында әртүрлі нәрселер шашылған. Жолдың келесі бетінде шамамен 1 шақырымдай жерде 2 түрлі шағын бөлшек құлапты. Десе де көктен түскен нысанның нақты не екенін сол жерде жұмыс істеп жатқан мамандар анықтамақ. Бір таңғаларлық от шар құлаған соң, сол маңдағы ұялы байланыс телефондары әлсін әлі жасамай, байланыс жүйесіндегі ақау 1 сағаттан артық жалғасқан. Қазір осы жағдайға байланысты құрамына төтенше жағдайлар мен қорғаныс істер жөніндегі департаменттерінің қызметкерлері, экологтар мен аудан әкімдігінің мамандары кіретін комиссия құрылды. Осы оқиғадан 10 күннен